Мұзда апокалипсис басталды. Бүкіл әлем мұз құрсауында қалды. Әкем Лаобуши мен өгей шешем Ваянь азық-түлікпен пана сұрағаным үшін еш аяусыз далаға қуып жіберіп, өлімге тастап кетті. Көзімді қайта ашсам, апокалипсиске әлі бір апта бар екен. Қолымда өзімдікі емес, бір телефон тұр. Таңғалып, құрылғыны қосып, экрандағы жалғыз файлды бастым. Ішінде қысқа ғана хабарлама жазылыпты. Бұл телефон әлемдегі ең мықты қорғаныс жүйесімен жабдықталған құрылғы. Ол тек арнайы рұқсаты бар адамдарға арналған. Құрылғыны тек заңды иесі ғана іске қоса алады. Алдымен белсендіріп алыңыз. Содан кейін альбомды қалай пайдалану керектігі туралы нұсқаулықты оқыңыз. Жаңа ғана қайта өмірге келдім. Не болып жатқанын түсінбей тұрмын. Ал мына телефон тіпті күмән туғызады. Алаяқтық емес пе екен? Бірақ қазіргі жағдайымда мен алдап кетеді деп қорықпаймын. Бұл телефон әлемдегі ең мықты қорғаныс жүйесімен жабдықталған құрылғы. Ол тек арнайы рұқсаты бар адамдарға арналған. Құрылғыны тек заңды иесі ғана іске қоса алады. Алдымен белсендіріп алыңыз. Содан кейін альбомды қалай пайдалану керектігі туралы нұсқаулықты оқыңыз. Жаңа ғана қайта өмірге келдім. Не болып жатқанын түсінбей тұрмын. Ал мына телефон тіпті күмән туғызады. Алаяқтық емес пе екен? Бірақ қазіргі жағдайымда мен алдап кетеді деп қорықпаймын. Алдымен осы құрылғының иесі атануыңызбен құттықтаймын. Енді оның жаңа функцияларын түсіндірейін. Бұл ақыр заманнан кейінгі әлемге қайта өмірге келген адамдарға арналған арнайы телефон. Ол иесіне өмір сүруге қажетті кез келген нәрсені бере алады. Үй, азық-түлік, қару, дәрі-дәрмек, көлік және тағы басқалары. Жүйелік альбомды ашып, керек суретті басып тұрып, оңға қарай сырғытсаңыз болды. Сол зат қалаған мөлшерде бірден алдыңызда пайда болады. Қалған мүмкіндіктерді өзіңіз зерттей аласыз. Сәттілік. Бұл шынымен де ақыр заманға арналған ерекше телефон екен. Енді өткен өмірімдегідей әкем мен өгей шешемнің есігінде жалбарынып тұрып, аязда қатып өлмеймін. Телефонды алып айтылғандай альбомды аштым. Таңғаларлық. Альбом тура бір шағын әлем сияқты. Ішінде бәрі бар. Сүйікті сүтті сусынымның суретін тауып, саусағымды сырғытып қалдым. Сол сәтте құлпынай дәм аңқыған салқын сусын үстел үстінде пайда болды. Бір ұрттап көрдім, дәмі енді керемет. Кейін тағы бір суретті сырғыттым. Гамбургерде лезде қолыма түсті. Осындай телефоным бұрын болғанда, кім әлі күнге дейін қара терге түсіп, жұмыс істеп жүрер еді. Ертең компанияға барып, жұмыстан кейін жиналыс жасай беретін басшыға да, үнемі құр уәде беретін директорға да жұмысқа кететінімді ашық айтамын. Кеше түні бойы альбомды ақтарып, ішінде жоқ заттардың тізімін жасап шықтым. Бүгін қалаға барып, жетіспейтін тағамдардың бәрін суретке түсіріп аламын. Супермаркеттегі тұрмыстық техника бөліміне барып, кофе қайнатқышты, еден желдеткішін, балмұздақ жасағышты бәрін суретке түсірдім. Кейін жаңа піскен өнімдер бөліміне барып, сиыр еті, қой еті, қақталған ет, шұжық, жұмыртқа, сүт, көкөністер, жемістерді түсірдім. Ақша төлемей шопинг жасау деген осы екен ғой. Үнемі суретке түсіре бергенім үшін дүкен қызметкерлері мен адамдар маған қызыға қарады. Бірақ мен ештеңе болмағандай кейіп танытып жүре бердім. Апокалипсис кезінде ең бастысы байлығыңды көрсетпеу. Қазір мен тек өзімді және анамды ғана қорғай аламын. Ойын-сауық аймағына да кіріп шықтым. Ақыр заманда уақыт өткізу үшін де бірдеңе керек қой, бұл да бір рахат. Телефонның қуаты таусылды, мен де қалжырадым. Таңертең өзім телефон арқылы шығарып алған жаңа көлікпен 3 жылымды арнаған компанияға тарттым. 3 жыл бойы сол жерде аянбай жұмыс істедім, үнемі артық жұмыс істедім, бірақ жыл сайын демалыс бермейтін. Шығындарымды бекітуді соза беретін, ал қойылған талаптар қызметкерлердің мүмкіндігінен әлдеқайда жоғары еді. Ойлаған сайын ашуым күшейеді. Бас директордың кабинетінің есігін теуіп ашып, оның бетіне жұмыстан кету туралы өтініш деген 3 сөзді лақтырдым. Сен арсыз, жұмыс істегің келмейді ғой, мен сені жұмыстан шығарамын. Жоқ, қателестіңіз, мен өзім жұмыстан шығамын. Қаржы бөлімі, оны бір күндік жалақысын ұстап қалыңдар, сыйақысын да тартып алыңдар. Күзет, мені шығарып әуре болмаңыздар. Мен онсыз да банкрот болайын деп тұрған компанияда 1 минутта қалғым келмейді. Қызметтік төсбелгімді лақтырып, үстелімдегі жеке заттарымды жинап, әріптестерімнің таңданысы көз қарастарының астында кетіп қалдым. Келесі күні апокалипсис телефоным арқылы жасалған жаңа жүк көлігімен таңдаған орныма жеттім. Телефон көмегімен жерді тазалап, бір саусағымды сипап қана бос жерге тіпті сиқыр сияқты сәнді вилламды орналастырдым. Үй өте зәулім еді. Анамды алып келіп, қойманы жабдықтауға кірістім. Апокалипсиске азық-түлікті көп жинаудың қажеті жоқ. Бәрі әрқашан қолжетімді. Барлық тамақтар сөрелерде тұр. Ең бастысы қауіпсіздік сезімі.
Барлығын реттеп болған соң диванда отырып тіске басар жеп әкеммен хабарласатын кез келді. Өткен өмірімде олар болмашы азық пен дәрі үшін мені аязда өлуге қалдырған. Сол үмітсіздік пен шарасыздықты ешқашан ұмытпаймын. Қоңырау шалдым. Қызым, мен де сені іздегелі жатыр едім. Ағаң мен өгей шешеңді 3 күнге қыдыртып апарамын. Осы күндері келіп үйді жина, төсек жабдықтарды, киімдерді жу. Ағаң тазалықты жақсы көреді. Қайтып келгенде саған кішкентай сыйлық әкелеміз. Жақсы әке, уайымдамаңыз, үйді жинап қоямын. Жақсы нәрселер ешқашан маған арналмайды. Жұмыста қанша бос болмасам да, жыл бойы мені шақырып, үй жинап тамақ істететін. 1 жылдан астам уақыт бұрын көшіп кетсем де, әлі күнге дейін пайдалануын тоқтатпайды. Келесі күні гүл құмырасының астындағы кілтті алып, әкемнің үйіне бардым. Бұл мен 20 жылдан астам өмір сүрген үй. Ата-анам ажырасқаннан кейін сот мені әкемнің жағдайы жақсы болғандықтан әкеме қалдырды. Содан бері өгей шешем түрлі жолмен мені қинап келді. Тіпті ағам да мені жек көретін. Бұл өмірде сендер де аязда қатып өлудің қандай екенін сезінулеріңді қалаймын. Қонақ бөлме мен жатын бөлменің әр бұрышына камера орнаттым. Сосын әкемнің тоңазытқышы мен мұздатқышындағы мерекеге арналған барлық азық-түлікті мен әрдайым қолдап жүрген көрші Ван тәтейге беріп жібердім. Мұның бәрін маған ба? Иә, Ван тәтей. 3 күннен кейін мұзда апокалипсис басталады. Міндетті түрде көбірек азық пен жылыну құралдарын дайындап қойыңыз. Рас айтасың ба? Тәтей, сіз маған әрдайым жақсылық жасадыңыз. Мен сізді алдамаймын, сеніңіз. Мен Ван тәтейге көп жылытқыш құралдар бердім. Барлығын бітірген соң көңілім жымидым да, ағамның бөлмесінің терезесін әдейі сындырып кеттім. Оның сапардан оралып, туындымды көргенін күткім келді. Ауа райы барған сайын суып бара жатты. Мен үйде отырып ойын ойнадым. Сен қыз бірнеше күн өтті, ал сен үйді мүлде жинамағансың. Аған ұйықтайтын негізгі жатын бөлмедегі әйнек сынғанын білесің бе? Соны да тазаламағансың. Әке, мен жұмыстан кешке дейін қалатынды білесіз ғой. Кешкі 9-10-ға дейін жүремін. Қалай сіздердің үйлеріңізді жинап үлгеремін? Анаң сені жалқаулыққа үйреткен, сен соған тартқансың. Осы сөздерді естігенімде ішімде от тұтанды. Сен аузы былғанған шал, менің анамды атауға қалай дәтің барады? Егер сен болмағанда біз анам екеуміз онша қиындық көрмес едік. Саған айтарым, менімен сыпайы сөйлес. Ертеңнен кейін жаһандық суыту басталады. Маған айғайлағанша тоңазытқышыңды тексеріп ал. Трубканы қойып, камераларды қостым. Қызыға қарап отырмын. Шал мұздатқышқа қарай кетті. Сұм қыз, жаңа жылға деп жинаған тамағымыздың бәрін алып кетіпті. Әке, ол әдейі мәселе шығарып жүр. Оны шақыр, екеуміз жазасын берейік. Асықпа, мен оның жұмыс істеген компаниясын білемін. Ертең барып шу шығарамын. Сонда қайда барар екен? Әкелі бала сондай ширкеніштеді. Тіпті жаңа ғана жеген пиццамды құсқым келді. Қалай болғанда да мұздатқыш бос екенін айттым. Енді өздері амалын тапсын. Ертең ақыр заман. Метеорологиялық спутниктердің мәліметі бойынша, күндегі аномалия жер шарында күрт және ауқымды суытуды тудырды. Көптеген аймақтарда экстремальды төмен температура тіркелуде. Ең төменгі температура -300 градус Цельсийден асты және төмендей беруде. Тұрғындардан консервіленген тағам қорын жинап, үйлерді жылытып, есік-терезені бекітіп апокалипсиске дайын болуы сұралады. Адамзат жеңілмейді. Қазір супермаркеттерде азық қалмаған шығар. Қалса да бағасы бірнеше есе қымбат болатыны анық. Қар күшейіп барады. Бұл суық қаншаға созылатыны белгісіз. Мен каменді жақтым. Қызым, әкен асығыстықпен артық айтып қойды. Тезірек қайт. Азық-түлігің мен жылытқышыңды ала кел. Саған сапардан әкелген сыйлығымды да әлі бермедім ғой. Камера арқылы қарасам, шеуі диванның алдында отыр. Лаубушидің қолында бейсбол таяғы бар. Жақсылық ойлап отырмағаны анық. Жақсы әке, қар қалың, жол нашар. Үйдегі тамақты жинап, кешке жеткізуі мүмкін. Жарайды қызым, тезірек кел. Трубканы қойған соң, өзімді ретке келтіріп, анама сүйікті тамағын жасап бердім. Қыс күнінде терлеп отырып екеуміз рахаттанып тамақтандық. Кейін телефонымды үнсіз режимге қойдым. Қоңыраулар қарша борады. Қызым, қайдасың? Неге жауап бермейсің? Жол тайғақ, абай бол. 200-лік. Өткен өмірімде сенің үйіңнің алдында қатып өлгенімде қауіпсіздігімді ойлап ескерткен жоқ едің. Кешкі 6-дан астық. 58 жіберілген қоңырау толған боқтық хабарлама. Неге сонша қоңырау шалдың? Телефонымды отырғызып тастадың. 3 сағат өтті. Жолда қатып қалдың ба? Әке, жол шынымен қиын. Ертең апарамын. Ертең ағаң мен өгей шешең аштан қаранан кеміріп отыр. Шынымен бе? Қандай өкінішті. Видео қоңырауды қосып, камераны өзіме қаратып, қуана қуырылған тауық сирағын жей бастадым.
Тіпті тез дайындалатын кеспелерің де жоқ па? Қандай кедей өмір? Дереу тамағыңды әкел, ессіз әрекет жасама. Нағыз мұз дәуірі басталды. Өткен өмірімде дәл осы күні өлгенмін. Кімде көмір бар? 5 карат сақинамды 5 фунт көмірге айырбастаймын. 10 каратқа да айырбастамаймын. Кімде генератор бар? Көп азыққа ауыстырамын. Бұл суық қаншаға созылады? Бізде де жарық өшті ме? Температура минус 200 градусқа жеттім. Соңғы қоңыраудан жарты сағат өтті. Телефонымдағы бақылауды қостым. Үйің керемет, жөнделген, есеп шотыңда ақша бар, қалай тамақ жоқ. Үйімде көп тамақ болатын. Қарғыс атқан қызым бәрін ұрлап кетті. Кеше тікелей эфирде тауық сирақтарын жеп отырды. Өтірік айтсан ертең ұлым күн көрмейді. Мен ендеше қызың апар бізді. Мен шықсам қатып өлемін ғой. Көп сөйлеме, шығарыңдар, жол көрсетесің. Мен экранның ар жағында рахаттана күліп отырдым. Бұл кәралаяқ өз кінәсін өзі тартты. Ол менің компания жатақханасынан әлдеқашан көшіп кеткенімді әлі білмейді. Бұл жолы шынымен қайтып оралмайтын сияқты. Інім мен өгей шешем бүкіл уақыт бойы үнсіз отырды. Тек сырттан қарап, өздеріне залал тимесе екен деп қорықты. Анашым, сен осында менімен жай отырма. Үйде тамақ та суда жоқ. Түсінбей тұрсың ба? Балам, менің аяғым ауыр ғой. Сыртқа шығу маған шынымен қиын. Саған қиын, ал маған оңай ма? Тамақты ең оңай сен тауып келе аласың. Тез бар. Бүгін тамақты таппасаң қайтып келмей. Балам, анаңа бұл айтуға болмайды. Егер тамақты дұрыс жасырсаң, олар бәрін қалай алып кетер еді? Жарайды, мен барып тамақ сұрап көрейін. Өгей шешем амалсыз көрпеге оранып, әрең қозғалып үйден шықты. Ал ерке ағам диванда бүрісіп қалтырап қала берді. Ол 200 градус суықта өгей шешесінің қалай аман оралатынын бір сәтте ойлаған жоқ. Апокалипсистің 5-ші күні інімде шыдай алмады. Өткен өмірімдегідей ол да осы сұмдық аязда қатып өлді. Осындай сәтте адамзат табиғаттың алдында қандай әлсіз, қандай кішкентай екені анық сезіледі. Мен бақылау жүйесін өшіріп анама бұрылдым. Ол шкафқа сүйеніп тұр. Қолында мен дайындап берген ыстық сусыны бар. Жүзінде жайлы әрі тыныш бақыттың нұры жарқырайды.